Мен достарым кеп. Құлым сол. Достарың келсе шақыра ғой достарыңды. Ал сендер қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Қазақ. Айта ғой. Ұлттық ойындар. Қандай ұлттық ойындар білесіңдер? Көк күрес, қарлапай, қыз-қыз, тақия тастама. Ой, жарайсыңдар. Асық ату. Дұрыс айтасыңдар балапандар. Сендер көптеген қазақтың ұлттық ойындарын біледі екенсіңдер. Соның ішінде бүгін біз сендермен хан талапай ойынын ойнаймыз. Ол хан талапай ойынын ойнау үшін біз сендермен мына жерге барып жайғасып отыра қалайық. Жүнеге шартын бірінші түсіндіріп өтейін. Хан талапай ойында бір қызыл асық болады. Ол қызыл асықты қанамен бояйды, қызыл қылып. Бұл хан деп аталады. Асықты қандай төрт түліктің ішінде қандай ойыннан аламыз? Ойды асықты жүрегінен аламыз, иә? Жарайсыздар. Қазір мен сендерге осы асықты талапай табылды ойын алақай деп ортаға шашар. Сендер талапай деп ағасыздар өздерін асықтан жей аласыңдар. Алты алып жатыр. Әзиз сенде нешеу? Үшеу, жарайсың, не рас? Екі, үш, төрт, бес. Жарайсың, бес асық жинапты. Рас сенде? Екі асық. Екі асық, жарайсың. Бір, екі, үш, төрт, бес. Санай ғой. Үш асық жинадың сен. Бір асық. Әне, Мұхаммед Али сен нешеу жинадың? Қой ғой. Мұхаммед Али екі асық жинады. Бірақ хан асығы Мұхаммед Алиге түсті. Ойынды Мұхаммед Али бастайды. Хан талапай ойыны. Жарайсыңдар балалар. Балалар, едісінен жеңімпазды ішінен таңдауымыз керек. Сол себептен алдарыңа қанша асық ұттыңдар, соны қанекей көрейік. Өте тамаша, иә, хан талапай ойын ойнадық.